Айтпақшы, осы ретте енді бір оқиға есіме түсіп тұр. Әңгіме жоқ. Мына Нұрекеңмен осы біздің Манастың арасында бір сондай бір оқиға болған дейді мыс енді. Осыны Манастың өзі айтып берсінші. Бірінші Манастың версиясын тыңдап алайықшы. Бұл да екі версиямен айтылу керек болып тұр. Маш жайлап арықтап қатсың. Жоқ, біз чемпион болғаннан кейін неге баратын болдық? Батысқа Боранқұл мен Ату ойнайтын болды да. Ату чемпион Ақтауға. Сөйтіп Жайдарман Алматыға Атубысы Боранқұл кім жеңеді? WhatsApp группада. WhatsApp группада. Сын мен жазам. Карантинде халық жоқ кезде чемпион болғандар ма? Манас келді ғой. Ой жерде качка беріп алған Манас шықты ғой. Качка беріп тастаған, дейден шығартып тастаған. Red Bull ішіп алған. Душқа түсіп алды, бұтынандай қысқа шорты. Денесі бүйтіп тұр да, шашы бира. Билеп тұр жатыр ма? Мойнында ақ орамал келді де бүйтіп WhatsApp'та алды ғой міне. Қарады. Қара. WhatsApp'та тұр. Андай, который деп сөйлейді еще. Карантинде чемпион болған балдар ма деп жазып жіберді. Мынаның духымен да. Бицепспен жазды ма, трицепстармен. Манастың сообщениесі әріптердің жан-жағында әйтеуір бүйтіп качка болып шықты. Әріптері тамыр болып тұр. Асы бар ғой, асы бүйтіп тұр ғой. Карантинде деген кісі бүйтіп тұр ғой. Смело, короче. Не істей аласың деп тұр ма? Мойнында ақ орамал. Сосын Ақтау Жайдарманның группасынан бірақ шығады ғой. Каким-то образом шықты. жоқ, группадан шықпайды. Сізге Маған Тікелей келеді. барады, тікелей. сөйтіп бір кезде Нұрболаға жазады маған, че там сондай деп айтып жатыр екен. Мен жаңып кетемін ғой бірден ше. Прям бірден ше андай. Ана качка жоқ уже. Далада кетіп жатқан кезі ғой, базар қарай күннің астында. Бүйтті ғой, спутникке қарап, қайдан көріп қалды мынау дегенде. Мен айтамын, пока. аға оны әзілдеп жазғам ғой, жайдарманшысыз ғой десем, жоқ, жайдарманшы емес болып тұр ғой бұл кісі. Звондасам басып тастай береді ғой ше андай. Звондасам басып тастайды. Запросымда Татьянаның балдары жатыр ғой бүйтіп ше андай. Нұртай, Баука, тағы 4-5 бола. Манас, че там Ақтауға шеңгелейін деп жатсыңдар. Короче, енді Осы жерден ары қарай. Енді мына жақтың несін көрейік.